қорытынды сөзін қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі Дана Қалқағызына береміз. Құрметті Бақыт Оразалықызы, құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар, мұғалімдер, ұйымдастырушы мұғалімдер. Бүгін міне біздің апталықтың соңғы мәресі өтіп жатыр. Ол бүгін сахналық көрініс. Осы көріністі сомдаған оқушыларға және жетекшісіне мыңда бір рахмет. Ата-аналар, сізге де рахмет. Театр адамдарды біріктіретін шығармашылық үлкен бір отбасы деп аталады. Алматы қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің мұрагер драмалық үйірмесінің мүшесі 8-ші D сынып оқушысы Бекембай Дамира қазақ тілі мен әдебиет пәні апталығында белсенділік танытып, шығармашылық қырынан танытқаны үшін марапатталады. 8-ші сынып оқушысы Омарова Әмина. Сынып оқушысы Найман Нұрбек. Машинамен ойнай берме енді, одан да көп шығып кетеді. Адамның жерде қалып қойды ғой машинада. Ойға түсіп. 8-ші сынып оқушысы Қалимолла Балауса. Абуталипова Аружан. Мысықтарым көп болмасын, бір оған алатын болсын. 8-ші сынып оқушысы Тусынхан Ерасыл. Сынып оқушысы Алшынбек Ақжол. Оқушысы Сейітжан Марлен. Намыс маэстро болатын түрін бар екен. 8-ші сынып оқушысы Халидин Майра. Сынып оқушысы Аршабекова Жанель. Ғажап түнім, баянды боп азат күнің, бағың таймасын. Жаса, рухты халқым, жаса, құтты салтым, айдан асып, мықты даңқың, жаның жайнасын.